Hürmetli televizyon karavasalar, haumağız. Hürmetli konaktar eferda altın tirme tapşırığı hemen Nağım Nurгалин tapşırыды başlayım. Kitap ул хазина, kitap ул ең азығы бүгін тирме бізге келген қонақтар бүгінгі сөйлесуіміз әлбетте kitap хақында боласақ. Қазір едегі қонақтар менен жақындан танышып кетейік. Рахмет етегіз. Өзіңізге? Хайырлы күн, республикам. Хайырлы күн, достарым. Алтын тирмелі сәлемлей ғафури варифтары. Әбиялилге ғафуриден ялқынлы қайнар сәлем. Біздің де қолда бұлғын илхамлы қалам. Таныштырайым өдімді, алтын бике мен өдім. Өдіңден башла әр ішті, ошы менің түп өдім. Тауып өттім исекейде, емлі рәудәк бойында. Ырау ағаштары өткен үйәңкілер янында. Ине шыңқар әтәлге юрматым құшы бола. Қара алтын менен данлы Ишімбай біздің қала. Тамғабыз бір хәнәк болға, ұраныбыз ақтайлақ. Таударыбыз біздің шиқан таудар, халқыма изгі таудар. Ай, афарин, ай, рахмет яуғыры. Мен өдім Ғафур райының Өзбек ауылында, өскенмен, туғанмен Өфі қаласында, яшаным Өзбек ауылында оқып, ошы Өзбек ауылырға әнен гіне ағып ятқан Ағызыр жылғаның тәмлі хауын ісеп. Шолай етім, мен өдім Ғафур райының кесі табын ұрығынан бұлам, Рамил Ғимрани теген кішімін. Ай, афарин, ай, рахмет, алқышлайық. Рахмет егіз, өдігізге. Едім Қоран елғалары ауылға исім берген, ісіп күміштей хударын шағырға илхам келген. Мен Флюрапа Халилова болам. Едім Қоран ауылынан. Ол республикада данлықлы, мәдәниятлі, шағырлы, базарлы. Қоран хуының ісіп кімгіне тәмлемәгенде, оның хуын үскен кіші кері келмеген. Міне шундай матур, емлі ауылда туып өскенмін. Руым табын, құшым қара ұғыш, оғасым қара ағас, тамғам қадаяқ. Ай, афарин, зор рахмат. Әбейлілдерге өз, мерейік кімден башап кетейік, әдәгіз? Ассаламу алейкум, ябағат. Самат қайдан? Мен Файзулин Самат Исқұзаулы. 5 ұллы, 3 қызлы колхозшылар ғайләһендә өстім. Туған ауылым Ғазилбайда, Баймақ районында башлаңғыш мәктепті тамамлағас. Юлым Сибай педучилищесіне, адақтан университетқа алып келді. Тарих тіл һәм әдәбият институтында оқып эшләп алдым. Һәм язмышым мені Асқарға әбияліге алып барып төпләндірді. 27 ел шунда гәзитте эшләнем, 15 елын мөхәррир булып. Зор рахмет, Самат ағай. Низамова Флюра Усман қызы болам. Мен Баймақ районы Билал ауылы қыдымын. Әбиялил районы Халил ауылыны келінімін. Билал ауылы Қыпсақ аруғына қарай, келін болып түшкен еримді Қыпсақ аруы. Шол ауылда язмыш алып келіп мені Халил ауылына төпләндірділі. Шунда 40 елға яқын эшләп сықтым. Юғары категориялы оқытушы болып эшләдім. Оқытушы ғаиләһендә туғанмын. Біз өсібізді оқынық, юғары білімді оқытушыларбыз. Һәм 2 балаларым бар. Афарин, зирапа, зор рахмет. Рахмет егіз. Мен Рахима Мусина болам. Әбиел районы Қырдас ауылында туғанмын. Һөнәрем бойынша оқытушымын, ләкин ғұмырымдың ең зор өлішін журналистикаға бағышларға тура келді. Өзі біздің район газеті Осқында 20 елға яқын хаттар бөлігі мүдері болып эшләнем. Әлігі вақытта Өфіләммен Тамаша журналында эшләйм. Афарин, зор рахмет егіз. Құрметті қонақтар, қазір айда ойынға елғас ойынды башлайықтыр. Юмақтан башлап кетейік біз, иқтибарымнан тыңлайбыз. Өзі бірді ашамай, ашағанда бушамай. Қалақ, мұна басмайығын айттығыз, әммелекін 2 командала беріш айттығыз, айдағыз. 2 командағала бірер тәңкі дүрт алқышлайбыз, қалақ. Әбіна бұрынғылардың айтуы бойынса, қарғалар келігез, қара қарғалар көп мұ уақыттан қар кетер етедер. Қарға келер, қар кетер, көпте тұрмай кетейінді ол. Яқынса көп бөтіп әйткені? Күнден. Yok, күні түгіл. 20 күнден. Тағыла көрек? Адына. Ай, өте ай. 10 күн. Ай. Дұрыс, бір айдан тейілген. Афарин, егілі командалар бір ай тейінлер. Афарин, алқышлайбыз. Әбіна қырмыз қаның неме ұрыс келтірі екен.
Йомыртқа Майы. майы. Майы, әлбетте, майы. Мына Ике. қызық командалар болып шықты. Башта варианттар айтты, оңынан келіп, екі командалар бір жолы дұрыс вариант береді қояды. Дұрыс, майы алқышлайбыз бір әртен кәйіздікі. Шап. Мына баш уат қыстыңлағы, декте бар мұнан. Бір қайдала хауы yok. Онда ең әсі күндер сыны кыға айландыр хаңсы қарыфен. Балықтар онда үйдерді. Күл. Құрығы неме? Сул. Дұрыс, сул. Күл, апарин. Бір әртен кәйізге, апариндар, алқышлайбы. Әбіна Баймақ районы Күсей ауыл янындағы Туғажман тауы немәһі менен данлы екен. Құрай. Құрайға хейкәлі менен. Дұрыс, әкім қойған ол хейкәлді? Байрамғұлов Медхат ағай. Байрамғұлов Медхат ағайдың Құрай хейкәлі менен білдәлі. Бір тәнкі хізге, апарин, алқышлайды. Мақтауға ымығынма көңіл. Ул хиңа юлдаш түгел, хурлауға хызланма көңіл. Ул хиңа мұңдаш түгел. Зейнәп Бисованың шиғырындағы антонимдарды табағы дәлі. Мақтау, хурлау. Мақтау, хурлау деген бересі болып айтты. Бір тәнкі хедік алдарағылы көрділер. Әбіна ер құрты деп кімге айтылар екен? Етеді ерген кішіге, шәпер. Ер құрты. Хизмет еткен кішіне. Қадырға яратқан. Бәлекескіне өйде. Йомыран. Ер құрты деп. Ерде сұқынған бәлекескіне өткер тегін теремек балаға тегендер енді. Бұнда вариант қойынса. Әмәләкі мұна бізде айтылар ер құрты деп. Ол бәлекескесеге түгіл бай. Ерде сұқыны көрген кішіге ер құрты деп. Істен кішілер. Туға менің аңлауымса, екі командала дұрыс вариант берді. Алқышбай, екі командала береді. Башыңа түші, немегелі сәлем берерің дегендер. Бағана қала. Дұрыс. Атақадға дейді. Атақадға. Бағана қала дегенді дұрыс. Афариндерден кәдікке. Мұна дейді, алқышлайбы. Между воронами и сорока по воронне каркает деген рус мәқәліне тура келген башқұрт мәқәлі. Нінде әлі ол? Кімдің арбағына ұлтырған соның ерін дерлар. Дұрыс, біртен кәдікке саматаға афарин алқышлайбы. Афариндар. Ай, кәртәләнһә. Немеге бола екен? Яуымға. Ай кәртәләңнен буран болады едер. Дұрысырағы буранға болайды. Яуынға буранға Не болады. сылайында, ямғырда яуа. Бірер тәнке алқышлайбы дейді. Яуынға буранға дегенде. Дұрыс еді. Сүсәнәк хақал. Нендей хақал бола екен ол? Налай олдың сағақал. Тарамаған. Осындай ғана ма? Бәлекескіне шылай олдың сағына хақал. Ек осында ғана тұрпайып өскен осылы хақал. Сінек хақал. Бір тәнке әдік алқышлайбы. Үпкәсіл кішінің неме хейіріктен? Тәртәхі бір тәнке әдік алқышлайбы. Афарин. Мұна бет. Қәхет иту. Немен аңлата екен ол? Ниет иту. Мақсат қою. Аманат тұтау мақсат. Антиту. Антиту. Дұрысырағы шылай. Антиту худ беру екен. Антиту худ беру. Қайда шот әйттігі тұр? Біз әйттік, но аманат тіпті әйттік. Шул енді. Бір әттен қайдық. Афариндар. Алқышлайбы. Оны Ағидел елғағы Ниса қала янынан ағып өтті екен. Әйді ханап кете екен, дәрдемелі Нефтикама. Ниса қала біті әй? Нефтикама. Белариттан башларына Мәләуіз, Дүртөйлі. Салават, Сәріл тамақ, Хигіз қала, Хигіз. Ишембай, Үфі, Благовещенстейн. Хигіз қала. Нефтикама яғында Кама елғағына қоя. Алқыштар мұнан екі командағалар бәрәр тәнкі апариндар. Un қалаға аша ергенен өте екен. Әбіна ерсі, байыстардың бірінсі халық артисі ол кем екен ол? Мәғафор Исматуллин. Ол Күміртау райын мәсі, ней? Ғазел Махаматов ма? Дұры. Ғазиз Ғазиз. Дұры өтер көрмей қалды, саққыр әмі. Дұры өтер басқайны қыз баба бермес. Бірер тәнті хекде бұл. Дұры өтер. Ғазиз Әл-Мұхаматов, афарин алқыштар. Шулайтып, бірінсі тур. Бүтті, мұна? Қорқы ұлтырайны қыз, бүттірі қойды. Қазір ең яратқан шығы таматтағай тәнкі ханай бұд.
Бисмиллахиррахманиррахим. Берәү, Безден кешегә төшмәй бит әле. икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, 11, 12 тәңкә. Берәү, икәү, 10, 11, 12 тәңкә. Дуслык теңде. Дуслык, әле уен алда бит әле был башыгына. Әйтәгез, һөйләшеп китәйек китаптар хакында. Менә китап сыгару авырмы, нименән башлап киттегез? Укытучылык эше менән китап сыгару икеһе авыр эш. Билдәле инде ул күптән. Бала сактагы күргән михнәттәр, мәсәлән, минем әсәемнең күз яшьтәре, күрелгән апайымдарның тистерләре, әсәемнең тистерләре, менә шул күңелдән, хистән яралган, уларды истәгенә йөртеп булмай, я шигырь, я йыр, я хикәя, я драма булып сыга. Менә китап шулай туа икән ул. Мин уйлаганым, китап бик еңел язу эш икән дип уйлагайным. Оңардан да авыр эш юк икән ул. Мана бит. Әйе, укытучылык эше дә шулай. Ул йөрәк аша үтә балаларга. Китапта шулай йөрәк аша языла. Әле ең кызганып китап сыгара башланык гаиләбез белән. Мана бит. Ирем Халилов Мисхат, башкорт теле укытучысы, бик талантлы укытучысы, балаларым филологлар бетәһелә. Шулай булгас, шагыйрьнең туган авылында да булгас, тугас шунда яшәгәс, безгә урын калмай насар уйлы булырга, без китап язырга тотындык гаиләбез белән. Гаилә менән сыгарган алай мактанырлык булмаса ла, әле 3 китабыбыз бар. Ул 3 китап 100 китапка торган кебек тә бар инде. Чөнки без Мәҗит Гафуриның шәҗәрәһен яңадан юллап, матур итеп өстәмәләр менән архив материаллары белән яңадан алтын мирас дигән китап сыгарлык менә алтын мирас. Мәҗит Гафуриның 140 еллыгын әзерләнәбез китап сыгарырга. Һәм минем үземнең 4-нче, 5-нче китаплар сыгарырга әзерләнеп ята. Пенсионерларның үзегез беләһез инде, кесә ягы бер такыррак бит инде. Ярай, минем иптәшем белән икәүләп пенсияга китап сыгарырга әллә ни авырлык төшмәй. Ул бик миңа ярдәм итә иптәшем. Зур рәхмәтлемен. Мине шулай китап басырга өйрәткән, укырга, язырга өйрәткән, үзебезнең Табын газетаһына рәхмәтлемен. Бәләкәй генә хикәянән мин китап язучылык эше белән шөгыльләнеп киттем. Ул беренче хикәям Табын газетаһында 10 гына һөйләмине, шуннан зурайып китте. Менә шул хезмәткәрләргә зур рәхмәт инде. Мине алар шулай дәртләндереп җибәрделәр. Шәм Башкортстан газетаһына зур рәхмәт. Нияз Сәлимов дигән редактор бар иде. Шул кадәр матур итеп, газета алдыручылар белән шулай итеп мөнәсәбәттә яхшы булды инде. Юл күрһәтеп торды. Шуннан рәхмәтлемен Агыйдел журналына. Ул ибәргән материалларны баса һәм китап, менә 3 китапны да Агыйделнең китапханаһында, китапхана сериясында бастырып сыгардык. Уларга зур рәхмәтле. Һәнәк журналына зур рәхмәтлемен. Лауреат та итте мине. Рәхмәт, зур рәхмәт. Менә һәдә әйтәгез, пенсияга саккаскына язаша башланык. Булай вакыт юк дигән. Юк. Рәмил агай, яшьтән шигырьләр, яшьтән йырдар язган кеше Рәмил агай. Күзегезгә һәдә тыңлаyak әле без. Куллап ризамын, әлбәттә. Бында инде Филрапага шундай һорау бирделәр, ничә тиражлы итеп китап сыгардың. Бында мөгаенда миннән дә күп сыгарган кеше юктыр. Ысынлап та менә бер акса йыйдым да бер төрләдерәк. Иң беренче 94-нче елда тәүге китабым сыкты бына шундай. 15,000 экземпляр сыкты. Кайтырмасай Кәбир Акбашевның яшьлегем тирәктәре пьесасына лейтмотив язгайным. Шулай дип мин йырдарга китаптарды сыгарга тырыштым. Менә Балкыштар дигәндә ошында үземнең йыентыгым белән индем туган як дип аталган. Тулыгынса һәдән Юк, монда 6 кешенеке. Һәдән йырдарлар бар инде. Шуннан инде сыгардым мин хикәяләр, Үрмәк Сау дигән менә хикәяләрем сыкты менә анда. Хикәяләр дигән. Акмулла дигән рубрика астында. Районыбызның 40 авылына гимн яздым. 40 авылы үзенең йырын йөритә. Ай афарин. Улар байрамын үзләренең йырдарын менә шуга уйлап бултырдым да, менә шундай йырдары менән яшәйм дигән китап сыгардым. Йырдар языла, улар китапта сыгырга тиеш бит. Бер ниндәйдер байрамда кескә генә брошюра хатып утырам. Таныш тавышлы хатын әйтә. Рәмил, куй, кеше гөлдереп утырма. Һин бар йырдарны ал да миңа килте. Караһам Әлфия Бариевна. Халык үдәгендә эшләйне, уга зур рәхмәтлем. Менә шунда 40 йыр кергән, ноталар менән розаларын тигән
китапты сығарышты. Рахмат уға, мен рахмат. Ердар давам ете тұрды, язылды, ядыла келді. Балаларға байтақ ердардан тұрған, Гәлсәр Шишмәт деген, бұна ұшындай ноталар менен ер сығарға мәжбүр болды менде. Шынан қадір күнде 2 китабын басылып ята, бірі балалар үшін тиді әйткестер. Шының біргіне куплеттен, біргіне харифіне гіне оқып кетейім. Таңлай бұл? Харифтерге, 42 харифке yazdım мен оны балалар үшін. Қапыл Қасим қармағына қаптырды қызыл қанат. Қандыранан қайтқан қонақ Қасимға қатты қарап. Әр бір харифке, 42 харифкеле yazdım мен оларды. Қалайша бұл? Тұқта мен айтам, Рәмил, хеңе вақыт түгіл ме? Шиғырдар китабы сығарыға айырым бір китап етіп. Шуға бүгінгі күнде өзің сығару деген. Сондай мүмкіншілік бар. Шу 100 шиғырымдан бір китап сығармақсы болып еріп ятам. Олда бұл, менің март айында юбилейім, осы юбилейға үлгіртірге ойлайым. Алла берха. Алла берха. Боласақ Рәмил аға. Алқыса бұтек, рахмат, қыдықлы болды. 60 yaşımda yada başlanım. Ödemden gene mana sığargan tuğut kitabım var. Alar kalın kitaplar o şiirler de yadam, nasihatler, münajatlar, akiyeti, mana şiiri akiyetler de, meseller de türlü janr var mende. Başkurt Kurayı Radik Valmekhamatov illilegen şiirim aşular alağına yerde yada halıp koydular. Güzel Ulmatkulova, Güdile Başkara Sesender yerin. Sesender beygilerinde katnaşan bitindi. Beden kanta Sesender'in ödülerinin ödebeden türkümümüz de var. Aydar Bayık. Sesen beygihinde katnaştık. Meni alıp barusu itip de koyarlar o internette. Mına Nefisat Ulubayva, Gülgüne Baymırtinalarga alarga rahmet alıp baralar şol işlerdi. 2015 yılda Aydar Bayık Sesen eğitişindeki 30 Sesen'den katnaşlığındağı internetteki eğitişler yayındığı bol. Men onu internetten kaldırığa gellenim, gel oldu. Şuna men onu kitap ettim. 30 kişinin eğitişi bit bol. Sesender eğitişi. Kadirgi zamandağı Sesender yok deyler. Barlar olar Sesender. Bana şol Sesender yayıntığının eğitişin oxunu bol yüzgüne bir tügün tәлігілі баяғы yüzerdігіне сығарам. Сәсендердің айтышы, әлбетті оны баттыры кәрі. Анан honda Айдар Байық Сесен әйтішлерінде башқа Әхмет әйтішлерін әр уақытала қатнашамын. Бұл өлесейді қонақта балалар үшін ялған шиғырдарым китабы Вилдан Шәріп деген бабай бар. Ол бүйік ватан хуғышы ветераны. 96 yaşta bizge үлгі болып тұра ол. Ол 20 kitap сығарды өделің пенсия ақсағына. Бана шындай, оның меңе бөләк еткен өз китабын мына көрхетірге деп алып келдім. Өдімдің Сәсен досым бар, Ростов-на-Дону өлкәсінде яшай Ғұмар Ғайсын, оның ижадынан өз китап сығардым. Әлеге уақытта мен Сәсендер мәктәбін кетеклейім, Ғафури районында балалардың ижадын мына өттерге тырышабыз. Балалардың бәйге ұйыштырып, Сәсендер мәктәбі 60-тан артық бала қатнашты. Олардың арасында ядышушылар, әкият ядышулар да бар, шиғырлар ядалар. Олардың ижадын әлі китап етіп сығарға бергенмін. Ол балаларды ламына шулайтып көріп, қалып, өттіріп, олардан да келешекте ядышулар, шағырдар сыққан деп тырышқан күнінде. Оларда да бәйгелер ұйыштырдық. Табын газеті менен бірлікте Ғафуридің туған күніне 2 ел енді менен. Bir şiirde var ne? Tavut mayık atayını gidin. Şuluk yoldan, Шылық оқмақ бойлап, туған яққа қайтып келемін. Істелінде елі аштар менен, әсәкәйім күті білемін. Ақтырнағым сыққан қаршыларға атай менен қапқа түбінде. Әйтіріңде олар хабар алған, қайтып келеті бүгінде. Хатыр ойдар, мені алыптарға, алып қайта бала сағыма, бір қайғыһыд өткен яшілігімде көңіл күдгіхінде сағыла. Хис қылғанмай вақыт бір кімділі, бұл тұрмышта әр кім тек қонақ, яшілігтәгі елдар қатырләті, сеселмейсі қалған ол жұмақ. Қиық астындағы тұрғайғына, қарша ала мені сұрқылдап, әсәй де юқ. Атай көптен мәрхум, ерек қояш олса құлқылдап. Күрелмеген ұрам, яңы ұзған бұран, қыш юрғанын алған құраға. Асып ингәс жұртқа, бұна темір тұтқа, қаршы ала мені бұсаға. Көңілімде ялқын жұрттың ісі халқын, үйде тынлық сағат тұқтаған, өзім ойға қалам, атам мінәсәм, рәсмене үнхүд ұқталам. Бұна қайттым атай, хем бұраған жұртқа, әсәм яққан жылы ұсаққа. Ұшы йұртта көңіл, оны тұрлық түгел, яшәхәмді ситте, ирақта. Ақ яулықта,
әсәйімден қалған Құр'ан Кәрим менән тиспеләр. Бақилықта улар кәрәк түгел, бұл дүнялаулар, изгілер. Бір мейіште қалған яңғыз ғына атайымдың қолтық таяғы. Әйтеріңдә ул атайды көтә, бүйіріне тұра таянып, ез самауыр барын қатырләтә. Булды мұллық, булды нақыслық, қойсағында жүрек хүдіменен, сарсағында хауһын бастырдық. Юқ, китмәйім, қалам үз йұртымда, хүндір мәйсәсә мұсағын, қайтыр балаларым, үдем қаршылармын, хүйіп-хүйіп, яйып құсағым. Афарин, рахмат. Әйдәгә, сәтән дә бір шиғыр. Туған тілім менің башқұрт тілі, әсәй тиіп тілім асылған. Бұл дүнияның барлық матурлығы, ұшы тілім аша танылған. Тілібізде буат түпкілінен мирас еткен ата бабалар. Юғалтмайық туған тілібізде, хүзәйт алмас тілһіз балалар. Башқұрт тілі менің халқым тілі, Башқұртыстан менің төп йұртым. Туған елімізде, туған тілде, хүден әйтін әр бір башқұртым. Балахына туған тіл үйрету, әр әсәнің изге бұрысы. Ұнытмағын ине бір әсәлі, иңдәріне түшкен бұрысты. Ай, рахмат. Қарамайым күзгіге, сағылам әсәм күдінде, ғүмір бұйы үйрекейі, балам тип үзгелене. Қарамайым күзгіге, сағылам әсәм күдінде, бар болмышым, ұңышым, әсәйімдің күдінде. Yüzü, күзі нұр сәсә, хүйіне әсә бәхітлі, балалары тауфиқлы, ұрыны түрді тәхітлі. Хағыш басмағын күздерін, қарғаймағын yüzілі, хұрмәт һәм қастерлік білән еткірейік yüzіне. Рахмат, кеткесін атыр. Фәмил аға, неде ерді тыңлап кетеміз? Неде күстіне салып келдігі бізге? Мен өзіміздің яқташыбыз драматург Шағир Кәбир Ақбашев өздеріне яшілік өтті деген жерді алып келгейнім. Исәгені мен яшейнім, хис қарытайыма етілгені. Баққан біті, ғұмір кәйдер, бұлды бір миді келгені. Қарыманы тілілі яшілік өтті, бұлды бір біз келгені. Құлағымда аман сыңылай, көңелім яшы келгені. Қарыманы тілілі яшілік өтті, бұлды бір біз келгені. Құлағымда аман сыңылай, көңелім яшы келгені. Құрметті телевизор қараушылар, құрметті қонақтар, бірінші тур ұшының менен адағына етті. Алда екінші тур, біздің менен қалығыз. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңы аяк батусылар ихтибарына. Нәшрият тиз арала ижадығыз тупланған, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Құрметті телевизор қараушылар, құрметті ойыншылар, құрметті қонақтар, екінші тур. Ғадетте қайы команданың тәңкі көбірекшілер башлай тұрғайын. Бүгін әйді, олдан башлайық, 10 команда тамамлап қойыр. Қай үлкен алабыз, Самат ағай? Быйыл біздің Башқұртстанда 100 елден вәкілдер келіп, халықлария да өте. Халық арасы өре, әйді біз халық ижадынан башлайық. 3 тәңкәлік құрау ұшылай. Мал қарынынан ауызы бүріп яғалған қымыз үйреті үшін оңайлы хауыт. Батман, янтау, кәтмен, тырыз. Оны ағастанда яғындар. Уақыт бар ойлағыз. Янтау.
Һәм һеҙҙең яуап булды янтау һәм дә бик тә дөрөҫ яуап булды. Алҡышлайбыҙ. 3 тәңкә. Һеҙҙеке, апарин. Һайлайбыҙ. Без мәдәниәт өлкәһен алырға булдык. Мәдәниәт 3 тәңкә. Фәйзи Ғәскәров етәкселегендәге халык биюҙәр ансамбле нисәнсе йылда Венала үткән 7-нче Бөтә донъя йәштәр һәм студенттар фестивалендә катнашып, алтын, көмөш медалдар яулап ҡайта. 1959, 1969, 1979, 1989. Зиләрә Әйүпова Бишбармаҡ бейеүе өсөн алтын, Рим Бәкеров менән Хизбулла Зөбәйҙуллиндар кейәү, ансамбль Шаян ҡыҙҙар бейеүҙәре өсөн көмөш медалдар менән бүләкләнәләр. Ошо фестивальда 59. Һәм дөрөҫ әйтәгеҙ, 1959 йылда дөрөҫ яуап булды. 1959 йылда Зиләрә Әйүпова Бишбармаҡ бейеү өсөн алтын, Рим Бәкеров менән Хизбулла Зөбәйҙуллиндар кейәү, ансамбль Шаян ҡыҙҙар бейеүҙәре өсөн көмөш медал менән бүләкләнә. 3 тәңкә һеҙҙеке, афарин. Алҡышлайбыҙ. Һайлайбыҙ. Самат ағай. Быйыл Башҡортостан башлығы Ради Фәрит улы Хәбировтың указы менән башҡорт теле йылы тип иғлан ителде, һәм беҙ телдең йәнәшендә йөрөгән әҙәбиәтте һайлайбыҙ. 3 тәңкә әҙәбиәт. Билдәле бер романдан өҙөк уҡыйым. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Юҡҡа ғына уны тыңлаған һайын Давид Соломонович ниндәй йырҙар, ниндәй халыҡ һеҙ, был тиклем моң ҡайһы ерегеҙҙә ярала, ҡайһы ерегеҙҙән сыға тип аптырамағандыр. Кемдең моңон Давид Соломонович хайран ҡалып тыңлай. Төп героиняның исемен атағыҙ. Гөлйемеш, Гөлйөҙөм, Мәҙинә, Нурия. Вайтен әлен ауырҙары түгел был. Таңсулпан Ғарипованың теге бөйрәкәйенән Мәҙинә түгелме? Төпә туғры. Төп дөрөҫ. Төп дөрөҫ. Таңсулпан Ғарипованың бөйрәкәй романын өҙөк. Мәҙинә дөрөҫ. 3 тәңкә һеҙҙеке. Афарин. Алҡышлайбыҙ һәм һайлайбыҙ. Рәмил ағай. Без тәбиғатты алырға булдык. Тәбиғат 3 тәңкә шулай. Бына бында ҡайһы вариант артыҡ? Гөлйығас, Дунала, Йәмшегән, Еҙәй. Нимәнең артыҡ булыу? Һеҙҙең яҡта шундай диалектта бармы икән мына шундай һүҙҙәр? Без беренче вариантта туҡталдык. Гөлйығас дигән әйбер юҡ. Гөлйығас артыҡ тегеҙ. Артыҡ тибеҙ. Һәм дөрөҫ әйтәһегеҙ. Гөлйығас ул, баҡ тиһәң, Гөлйемеш икән. Әлмөрөн тиҙәр бит инде. Ә ҡалған өсәүһе, бына Йәмшегән, Дунала, Еҙәй, нимә тип уйлайһығыҙ? Шул уҡ не инде ул. Түгел. Шул. Улар энәлектең диалект атамалары икән. Бына һеҙ вариантты дөрөҫ әйттегеҙ. Гөлйығас, дөрөҫ. 3 тәңкә һеҙҙеке. Афарин, алҡышлайбыҙ. Самат ағай, һеҙҙең бында һөйләшеп китәйек әле. Һеҙ билдәле журналист. Нисә йылдар буйына һеҙ Осҡон гәзитен, минең районымдағы гәзиттең, төп гәзитен етәкләгән кеше. Мин 1982 йылдың майында эшкә килдем. Тәүге эш тәжрибәм 94 йылда район хакимиәтенең иң тәүге башлығы Заһир Әхсән улы Ғәлиндең ҡушыуы буйынса бына шундай буклет сығардык. Мәскәүҙән Магнитогорскийдағы комбинатқа фотохудожниктар, фоторәссамдар килгәне. Шуларҙы саҡырып, район буйлап йөрөп фотоға төшөрөп, улар төшөргән элекке фотоларҙы ҡуйып, мына шундай үҙебеҙҙең райондың күренештәре менән иң тәүге брошюра 5000 экземпляр менән Тула ҡалаһында баҫылды. Ә инде гәзиттә мөхәррир булып эш башлағас, ҡаңғырыҡ йылдары, 90-нчы йылдары үҙегеҙ беләгеҙ бит инде. Эш хаҡы миллионға ла етте, 1000-гә лә етте. 2002 йылда редакция менән типографияны берләштереү киткәс, беҙҙең типографияла әҙер ятҡан Юлай Моратов мәрхүм композитор Сибайҙан шул нотаға яҙып, Амангилде урта мәктәбенең уҡытыусыһы, почет билдәһе ордены кавалеры Сания Мортазинаның йырҙар китабын иң беренсе тип сығардык. Беҙҙең был тәжрибә иң тәүгеһе булды. Был 2002 йыл булғайны. Шунан бер заман Федора Усмановна килеп инде лә, балаларҙың шиғырҙарын баҫтырып булмаҫ микән шунда. Ҡайһылары Башҡортостан пионерында, хәҙер Йәншишмә, Амана журналдарында баҫылған бит инде. Һәм беҙ ошондай 2006 йылда Хәлил урта мәктәбе уҡыусыларының шиғырҙарынан йыйынтыҡ эшләнек. Бына шунда йыйынтыҡҡа хәҙерге көндә телевидениела яңылыҡтар
хезмәтендә эшләгән Илдар Байбулатов дигән бик шәп тележурналистның шигыре бар. Без килгән китаптарда сыгара тордык. Хәвәскәр композитор, Бурангол авылыныкы, мәрхүм булып калды. Юлай Моратов белән Сибай педагогик училищеда бергә укыналар. Камил Нигъмәтовтың җыр китабын без үзебезнең район типографиясында сыгардык 2006 ел. Без сыгардык. Тәүге президентыбыз Мортаза Гобайдулла улы Рахимовтың 75 яшенә арналган Шәшәндәр иҗатының шигырьларын. Таһир Кусимовтың 100 еллыгына буклет сыгардык. Уны бында Хөсәйн Әхмәтов исемендәге филармониянең бинаһында үткән тантанала алып килеп тараттык. Һәм безгә Әсхәл Әхмәт Хужа агайыбыз Өфелә сират көтеп, вакыт үтә иҗат җимешен күрергә ынтылып торабыз. Район хакимияте багымсы булып, без уның ошындай китабын йомшак тыш белән сыгардык. Һәм бу китаптың тәүге шигыре безнең Мортаза Гобайдулла улы Рахимовка гимн. Беренче президенты булган. Беренче биттә тора. Бүгенге көндә район ветерандар советы рәисе булган Ансар Гаттар улы Төлкебаев үзенең тормыш юлын, хугыш осыры балаһы үзенең баштан үткәннәрен язып чыгарды инде. Республикала билдәле Шәшән Акбулланан кала мәгърифәтче буларак Гайса Хөсәйнов, Әхмәт Сөләйманов мәрхүмнәрнең игътибары үзәгендә булган Шәшәнебез Шафиq Әминев Тамянидің шигырьләрен менә Рәхимә менән китаптардан, кешеләрдән җыеп, уның тауына 150 ел тулуга арнап үзебезнең район типографиясында бастырдык ошо китапты. 2018 елда Шәшәндең тауына 160 еллыкка без китап нәшриятында ошондай бик матур китап чыгара алдык. Пенсияга чыккач язырга тотындым. Тәүге китабым Бетеү дип аталды, икенче Хаңаргүз. Бу ике китапта хугыш ветерандары, уларның Бөек Ватан хугышында баштан алып адагына хәтлем үткән хәрби юлдары, тормышлары турында язылган. Хаңаргүз тиюен бер күзенә бала чагында зәгыйфләнгән, шуныһын яшереп, хугышка барып, Сталинградты яклаганда снайпер пуляһы йөрәгенең иргәһеннән үтеп, яраланып кайтып, хезмәт итеп, милицияла ялган гаип менән төрмәлә ултырып, ләкин рухы һынмаган. Төрмәлә ултырганында 10 классты бүткән киске. Кайткач, Баймак авыл хужалыгы техникум тамамлап, зоотехник булып эшләп, пенсияга чыккан агай. Ул элекке елгына мәрхүм булып калды. Өченче китабым Халык имшеһе Кузахматова Мәргия дигән апайдың кулынан мин шифа алдым. Уның кызы Гөлсирәнән дә даваландым. Һәм уларның яншәре Амангелдәшәй Рената шул апай турында яздым. Халык табибаһы. Әйдәгез бер апа һәргә бирәгә әле. Рәхмәт әйтә торган кешеләр миргәмдә утыра. Ул вакытта Самат Исхужа улы редактор ине. Бына ошо безнең арлы-бирле язган нәмәләрне редакторлап ултырусы, шигырь хәленә килтерүсе кеше Рәхимә Мусина булды. Күңел дәфтәре дип атала. Беренче китабыгыз. Беренче, тәүгеһе. Батырлык, кыюлык сыктыла, күргәндәр, кисергәндәр дигән икенчесен сыгардым. Хәлил авылы ул шундай данлы авыл ул. Шагыйрьдә ла биргән ул авыл. Геройды ла биргән ул авыл. Ләкин мин геройдың килене булып чыктым. Советтар Союзы герое Рәүф Дәүләтов. Дәресләрдә кулланган материалларны туплап, фотоларын җыеп, китап итеп сыгардым. Әбиәлле батыр. Шул тарихтарны тагыла җыеп тәвәлләнемдә Кызыл буе кызырым исемле китап чыкты. Геройды алдым, шуннан үзебезнең райондан чыккан билдәле шәхестәрне тупланым. 2003 ел Башкортстан укытучысы мине лауреат итте. Минем монда героем да шунда, шәхестәрем да шунда. Буныһы тагыла Зәйнәп апай Бишева Баймак районы Билал авылында укыткан тәүге елы, ә мин Билалгыды. Ничек уны мин язмайым? Мине Баймактан һорап, Флүр апай шул Зәйнәп апай турында мәкаләне ибәргән дигәйне. Уларга ибәргәйм, улар мине дипломант итеп тә куйдылар. Октябрь байрагы газеты. Атайым хугыш ветераны, әсәйем тыл ветераны. Улар турында мәкаләләр ничек мин диймәйм бына шунда, ничек калырга тиеш. Шулай итеп, ошо китапты сыгардым. Һәм Дәүләтовтар улар шундай заттар, бер ердә шытып сыкмайынса үзләрен күрһәтмәй йөрмәйләр. Шундай күренекле кешеләр, уларның күбеһен индереп, хәзер балаларны да индереп, әсәрләрем менә Агыйдел журналында, Шуңкар журналында теге хикәяләр сыга.
Бына был Әбиәлил, ул безнең һөйгән ил дип атала. Был китап 550 биттән тора. Һәм бында Әбиәлилдә иҗат иткән бөтә шигырь язган, хикәя язган кешеләрнең бер-икешәр бухала әсәрен туплап, күмәкләп, акса йыйып, ошылай нәшер иттек. Ошы тигезләп 40 гына машина башкарды. Башка бөтәһе лә кайсы елем кул менән башкарылган. Мин эшемдән китергә карар иткәс, үземдең иң яхшы дип ханаган 60 хүрәтләмәмде китап итеп сыгарып алып китергә уйланым инде. Һәм бына мин иҗат итәргә бик яратам, эшемде яраттым. Шуңа иҗат тәме дип атаным ул китапта. 27 яшьлек әсәем минең дә шундай китабымды сыгар дип. Бына мин ул Сәсәния районында билдәле шигырьләр яза, такмактар яза ине. Уның әсәрләрен генә түгел, безнең нәсел борын-борындан Сәсән нәсел булган безнең олатай үзе әкияттәр сыгар балаларына һөйләгән. Шуларда әсәем бына 90-га иткәндә лә яхшы итеп хәтерләй ине. Шуларда бөтәен дә һөйләп, мин язып, бына шулай итеп китап итеп, балаларыбыз, бүләләребез укырдар дип, шул 20 субботның башында яшәгән олатайның әкияттәре менә шулай итеп без хаклап алып калды. Һуңга язган мәкаләләремдә шулай итеп бында психологик темага мәкаләләрендә хикмәтле был тормыш дигән ошо рәвешлегенә менә брошюровка ысулы менән сыгарып тордым әлегә, ләкин мин һаман да язам. Хәзер мин укып психолог һөнәре алдым. Был темалар табан эшләргә уйлайм һәм ул китап калын булып киләсәктә ошо рәвешле сыгыр дип әле уйлайм. Аллам ярһа, өметләнәйек, уйлайык. Зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунактар. Хәлил урта мәктәбенең укытучысы, пенсионер Галимова Роза Хатип кызы шул тиклем моңлы итеп йырлай. Роза Галимованы әйдәгез, моңлы тавышын бездә ишетәйек. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Тәңкеләрді ханалық біздің бүгін ойын дуслық енді. Ғафуридар һәм Әбиәлилдәр. Біздің менен ярышқа келген Әбиәлилдән келген достарыбызға мен өзімдің әлі мына 2019 жылда ғана Геладағында сыққан «Мұхаббат бәуілсәге» исемлі китабымды бүләк итәм. Әйтәһем килә Ғафурида килгән тәмле, шифалы красной сол һуын иҗади Төркемгә бүләк иткә килә. Рәхмәт, алтын тирмәгә. Едім Коран билгілі ауыл тенін бетінде шағыр туған ауылға арнап язылған алтын мирас. Нағим Нұрғалинға. Рахмат. Рахмет тегеді Әбиәлилдәр. Әлі генә телгә алған Сәсәнебездең китаптарын, мына ошо китаптарды һәм Иштемир Юсуповтың эшләгән календарын бүләк итәргә дип ният иттек. Біздің бүләктәребезді қабыл етіп алығыз. Мына біздің бағусыбыз, Серафимовский қағаз мамығы фабриканан мына ұшындай матур, көпіріп тұрған мендердер. Һәм китапшылар, әлбетте китап алға етмесақтар. Біздің Зейнәп Биешева есімінде китап нәшер етіне китаптар. Кискі өфінен, һәм әлбетте біздің яратып өскен Боланут сәйіләһізге бүләккә буласақ. Хөрмәтле телевизор караучылар, һеҙҙең менән хушлашабыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем. Иҫән, һау отырығыҙ, һау булығыҙ.